Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгінгі сабақтың темасы апуай бөлшектер. Теманы апуай бөлшектің түзілісін көруден бастаймыз. А һәм Б салаларынан түзілген бұндай көріністегі аңлатпа апуай бөлшек деп айтылады. Жазып қоямыз. Апуайы бөлшек. Бұндағы А бөлшектің алымы, ал Б болса бөлшектің бөлімі болады. Бөлімі. Енді харфлерді ажыратып тұрушы бұл сызық, бөлшек сызығы болып, ол бөлуді аңлатады. Бөлу. Онда бұл апуай бөлшекті бөлу көрінісінде жазсақ та болады екен. А бөлінген Б көрінісінде. Яки керісінше А бөлінген Б-ны мынандай апуай бөлшек көрінісінде жазсақ та болады екен. Енді апуай бөлшек бұндай А һәм Б салалары үшін барқылы орынлы болу үшін бөлшектің бөліміне, яғни Б-ға шарт қойылады. Яғни бөлшектің бөлімі нөлге тең болмау керек деген. Міне апуай бөлшектің көрінісімен таныстық. Енді бөлшектің бөлімі һәм алымы өз алдына мағынаға ие. Яғни бөлшектің бөліміндегі сан бүтінді неше тең бөлікке бөлгенлігін білдірсе, алымындағы сан сол бөлінген бөліктерден неше алынғанлығын білдіреді. Һәм бөлшекті оқыған уақытымызда осы мағына бойынша оқимыз. Міне аз бұған мысал көреміз. Мәселен, мынандай бөлшек берілген болсын. 3 һәм 8 салаларынан түзілген апуай бөлшек. Бөліміндегі 8 бүтінді 8 тең бөлікке бөлгенлігін білдірсе, ал алымындағы 3 болса, сол бөлінген 8 бөліктен 3-і алынғанлығын білдіреді. Ал оқыған уақытымызда, бұл бөлшекті оқыған уақытымызда 8-ден 3 деп оқимыз. Не азыр бұны түсіну үшін бұны геометриялық көріністі сөретіп көрсетеміз. Суреттегі бұл бірінші дөңгелекті егер бір бүтін деп алсақ, енді бұл дөңгелегіміз 8 тең бөлікке бөлінгенлігі үшін енді бөлшек көрінісінде 8 бөлінген 8 деп жазылады. Бөлінген бұл 8 бөліктің 3-і ажыратып алынды, 5-і қалды. Енді ажыратып алынған 3 бөлікті 8-ден 3 деп жазамыз, қалған 5-і болса 8-ден 5 деп жазылады. Міне бөлшектің геометриялық көрінісінде суретленуі. Бөлшек дегенде бүтіннің қандай да бір бөлігін түсінеткенбіз. Бөлшек сөзі негізі арабша касара, сындыру, майдалау деген сөзден алынған болып, бөлек деген мағынаны береді. Енді бөлшектің анықтамасын жазып қоямыз. Бөлшек бүтіннің қандайда бір бөлегі екен. Бөлегі. Міне осы жерде және бір түсінігімізді айтып өтейік. Қазір айтқанымыздай бұл бөлінген әрбір тең бөлігі енді жаңадан атамасы бар, үлес деп айтылады. Демек, үлес дегенде бөлінген әрбір тең бөлігі үлес деп айтылады екенбіз. Жазып қоямыз. Бүтіннің бөлінген әрбір тең бөлігі үлес деп айтылады. Үлес денеді. Үлестің айтылуы бүтін неше тең бөлікке бөлінгенлігіне қаралады. Егер 7 бөлікке бөлінген болса 7-тен 1 деп оқимыз, 15 бөлікке бөлінген болса 15-тен 1, 20 бөлікке бөлінген болса 20-дан 1 деп айтылады. Енді тұрмыста көп қолданылатын айырым үлестер бар, ане сол үлестердің өз алдына атамасы бар. Бұны сонда жазып қояды. 2-ден 1 үлесті көбінесе ярым деп айтылады. Ярым. 4-тен 1 үлесті шерек деп оқылады. Шерек. Ал 8-ден 1 үлесті болса, ярым шерек дейді. Ярым шерек. Міне достар, апуай бөлшектің түзілісіндегі қасиеттерімен таныстық. Енді апуай бөлшектердің
түрлерін көреміз. Апуай бөлшектің түрлері. Біріншісі, бөлшектің алымы бөлімінен кіші, яғни бөлшектің мәнісі бірден кіші болған бөлшектер дұрыс бөлшектер болады. Жазып қоямыз, дұрыс бөлшектер. Мәселен, 3-тен 1, 7-тен 2, 13-тен 4 көрінісіндегі бөлшектер дұрыс бөлшектер болады екен. Алымы бөлімінен кіші болған бөлшектер. Екіншісі, енді бөлшектің алымы бөлімінен үлкен яки тең, яғни бөлшектің мәнісі бірден үлкен яки тең болған бөлшектер надұрыс бөлшектер болады. Жазамыз, надұрыс бөлшектер. Мәселен, 5 бөлінген 2, 8 бөлінген 8, 24 бөлінген 17 көрінісіндегі бөлшектер алымы бөлімнен үлкен яки алымы бөліміне тең болған бөлшектер. Міне апуай бөлшектің екі түрімен таныстық. Енді бүтін сан менен дұрыс бөлшектің қосындысын егер қосу белгісін түсіріп қалып бірлестіріп жазылатын болса, аралас сан пайда болады. Яғни бұндай аралас санды аралас бөлшегім деп айтылады. Жазамыз, аралас сан яки аралас бөлшек. Бұл жерде бір аралас бөлшекте аралас санның бүтін бөлегі болады. Мына Б-дан С деген бұл бөлшегіміз сол аралас санның бөлшек бөлегі болады. Жазып қоямыз. А дегеніміз санның бүтін бөлегі, ал бөлшегі болса бұл санның бөлшек бөлегі болады. Бөлшек бөлегі. Мен бұған мысаларын көріп өтейік. Мәселен, 4 бүтін сан менен 5-тен 2 деген дұрыс бөлшек берілсе, енді екеуін бірлестіріп, мына қосу белгісін түсіріп қалдырып жазатын болсақ, міне мынандай бізде аралас сан пайда болады. Яғни аралас бөлшегім деп айтамыз. Бұл оқыған уақытында 4 бүтін 5-тен 2 деп оқылады. Бұл жерде 4 дегеніміз сол санның бүтін бөлегі болады. 5-тен 2 дегеніміз дұрыс бөлшегіміз, бұл санның бөлшек бөлегі. Жазып қоямыз. Оқыған уақытымызда 4 бүтін деп оқып аламыз. 4 бүтін 5-тен 2 деп оқылады. Міне достар, апуай бөлшектің түрлерімен таныстық. Енді аралас бөлшектерді надұрыс бөлшек көрінісінде яки надұрыс бөлшектер аралас бөлшек көрінісін жазуға болады. Аз бұны әмелде көреміз. Бізде мысалдар берілген. Баста бұл 3 мысалда аралас бөлшектер берілген. Бұл аралас бөлшектерді надұрыс бөлшекке айландыруды көреміз. Кейін надұрыс бөлшектерді аралас бөлшектерге айландыруды көреміз. Бірінші берілген бұл 5,3-тен 2 деген бұл аралас бөлшекті надұрыс бөлшекке айландыру үшін бөлшек сызамыз. Бөлімде 3 өзгермейді. Бөлімде 3-ті санның бүтін бөлегінде 5-ке көбейтіп жазамыз. 5 көбейтілген 3 қосамыз, енді алымындағы 2-ні. Тең. 5-ке 3-ті көбейтсек 15 болады. Қосамыз 2-ні 3 бөліміне. 15-ке 2-ні қоссақ 17 бөлінген 3. Міне бізде аралас бөлшектен надұрыс бөлшек келіп шықты. Демек, нәтижеміз 17 бөлінген 3 деген надұрыс бөлшек екен. Кейінгі аралас бөлшекті надұрыс бөлшекке айландыру үшін бөлшек сызамыз. Бөлімде 8-ді өзгертілмей жазып, 8-ге 2-ні көбейтсек 16, бірден жазып кетеміз, қосылған 1. 16-ға 1-ді қоссақ 17 бөлінген 8 болады. Кейінгі аралас бөлшекті надұрыс бөлшекке айландыру үшін бөлшек сызамыз. Бөлімде 16-ны жазып, 16-ға 14 көбейтетін болсақ, 14-ке 6-ны көбейтеміз, 84 болады. 84 қосылған 5. 84-ке 5 қоссақ 89 бөлімі 16. Міне аралас бөлшектен надұрыс бөлшек келіп шықты. Енді кейінгі мысалы өтейік. Бұл жерде енді надұрыс бөлшектер берілген. Бұл надұрыс бөлшектерді аралас бөлшектерге айландырамыз.
Енді бұл 18 бөлінген 7 деген надрус бөлшекті аралас бөлшекке айландыру үшін алымындағы санды 18-ді бөлімде 7-ге қалдықлы бөлеміз. 18-ді 7-ге қалдықлы бөлетін болсақ, 2-ден береміз 14. 18-ден 14 алсақ, қалдық 4 болады. Енді бұл жердегі тиімдіні сол аралас санның, яғни аралас бөлшектің бүтін бөлігінен жазамыз. Бөлшек сызамыз. Бөлімде 7 өзгермейді. Енді алымына шыққан қалдықты жазамыз. Сонда 2,7-ден 4 деген аралас бөлшек келіп шығады. Кейінгі надрус бөлшекті енді аралас бөлшекке айландыру үшін 43-ті 8-ге қалдықлы бөлеміз. 5-тен береміз 40. 43-тен 40 тастасақ қалдық 3 болады. Тиімдідегі 5-ті енді бүтін бөлігіне жазамыз. Бөлімі 8 өзгермейді, ал қалдықтағы 3-ті алымына жазамыз. Кейінгі ақырғы бұл надрус бөлшекті аралас бөлшекке айландыру үшін 60-ты 11-ге қалдықлы бөлеміз. 5-тен берсек 55, қалдық 5 болады. Бұл жерден тиімді мен қалдық бірдей. Тиімдідегі 5-ті бүтін бөлігіне жазамыз. Бөлімі өзгермейді 11. Енді алымына шыққан қалдықта 5 жазамыз. Сонда біз бұл надрус бөлшектен кейінгі аралас бөлшек келіп шығады. Достар, міне бүгінгі сабақты осымен жұмақлаймыз. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, каналға ағза болып қойың. Кейінгі сабақтарда көріскенше.